Құрметті көрермендер, мен мұнда сандықшаның бетіне осындай оюменен сандықша жасайын деп жатырмын. Осыны зигзагпенен тігіп, ойып бастырып отырмын. Қазір сіздерге жалғастырып көрсетемін. Осыны ары қарай тамашалағыларыңыз келсе, каналыма тіркеліп, лайк басып, пікірлеріңізді жазып отырыңыздар. Мен енді даярлап алған жаңағы оюымды бастырып, даярлап алғаннан кейін сандықшамыздың мына петель матасынан осындай пішіп даярлап алдым. Қаншалықты көлемде қорапқамыздың сыртына тарылтып, осыны тігіп шығамын. Жаңағы оюымыздың сол шет-шеттеріне мынандай тесмаменен әрлеп кеттім. Енді біз мына матамызды мына шетіне осылай салып, кәдімгі қорапша қылып осылай тігіп шығамыз. Екі жағында да осылай тігеміз. Міне, мен жаңағы сандықшамыздың сыртына осындай қап тігіп қойдым. Бұл біздің ыдыс аяғымыздың қорапқасының сырттарын осылай қаптап қойсақ, ешқандай тозбайды. Ішіндегі ыдыс аяғымыз жақсы сақталып тұрады. Мен бұл қапты осылай тігіп қойдым. Мен міне ыдыстарды салып қоюға арналған сандықша істеп бітірдім. Осылай ішіне ыдыстарыңызды салып, сыртын осылай қаптап сәндеп қоюларыңызға болады. Басқалайдағы түрлеріменен өзіңізде бар затпенен барлығын істеп алсаңыз, бұлар ыдыс аяғымыздың сырты сәнді және қорапшалары тез бұзылып қалмайды. Осындай болып тұрады. Мынаны мен жіппенен орап істедім. Мұнылай оюларменен сәндеп қойдым. Мықты берік болады ыдыстың. Мына қорапқалар тез бұзылып қалмайды. Мынандай қылыпта істеп қоюға болады. Мынаны ескі жарамсыз болған маталардың қалғаныменен осылай жасасаңыз болады. Міне балалардың киімінің қалғаныменен де осылай сәндеп жасап қоясыздар. Міне қорапшасы тез бұзылып қалмайды. Екінші сәнді болып көрініп тұрады. Менің бүгінгі жұмысым осымен аяқталды. Сіздерге ұнаса лайк басып, каналыма тіркеліп қойыңыздар.